Сәлем достар, бүгін біз сіздермен күріш көже дайындаймыз. Бізге қажетті нәрселер: зәйтүн майы, ет, болгар бұрышы, 2 тіс сарымсақ, картошка, сәбіз, пияз және күріш, тұз, су керек. Кішкене бір қасықтай зәйтүн майды қазанымызға құйып, етімізді салып қуырамыз. Енді қуырылып жатқан етіміздің үстіне тұзды саламыз және пиязымызды салып тағы қуырамыз. Енді қуырылып жатқан ет пен пияздың үстіне сәбізді салып тағы да қуырамыз. Енді мұның үстіне картошкамызды саламыз. Жуылған күрішімізді саламыз және су құямыз. Енді бетін қақпағын жауып 40 минут, жарты сағат көлемінде қайнатамыз. Әбден қайнап пісті. Күрішіміз де, картошка да, еті де. Енді оған сарымсақты күштен өткізіп және болгар бұрышын тураған қосып пешті өшіреміз және оттың табында 5 минут қалдыра тұрамыз. Тамағымыз дайын. Оған қалған аскөгімізді саламыз, араластырамыз және ыдысымызға құйып аламыз. Тамағымыз дайын. Қаймақ, майонез салып жеуімізге болады. Астарыңыз дәмді болсын.